Сәлем достар, бүгін мен салат жасайын деп жатырмын. Ол үшін бізге керек баклажан керек, помидор, бальзамский соус керек, тұз, салатный лист, жапырақтар және де асқабақтың дәндері керек. Күнжіттарды пайдаланамыз. Енді бастайық. Ең алдымен баклажанымызды турап аламыз да. Тұзды суға салып қоямыз. Тұзды суға тұз салып дайындап қойдым. Мен осыған турап баклажанымызды саламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер, және де қоңыраушаны қосыңыз. Осы баклажанды тұзы сіңгенше суға салып қоямыз да, судан кейін барып қуырып аламыз. Баклажанымыз болғанша біз помидорларды дайындап қоямыз, манақтарды турап. Баклажанымыз дайын болды. Енді салатный листтерді тураймыз. Баклажанды судан аламыз да, осылай кептіріп аламыз, сосын құратамыз. Құратқан баклажанның үстіне крахмалымызды жақсылап сеуіп аламыз да, араластырамыз.
Міне баклажанымызды осындай сағыштатып қуырып аламыз. Міне қуырылған баклажанымыз үстіне туралған қызанағымызды саламыз помидорымызды. Оның үстіне асқабақтың дәнін саламыз. Күнжітімізді саламыз. Тұзымызды саламыз. Өткені содан кейін жақсылап араластырып, бізде енді бальзамский соус саламыз. Koyalım sosu. Şöyle karıştırıyoruz. Керемет саат шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңырау жамбасын ұмытпаймыз. Ас болсын.